Құрметті әріптестер мен студенттер. Тарихта уақытқа бағынбайтын, халық жадынан өшпейтін кезеңдер болады. Майдан алдында қаншама жауынгерлердің жанын қиған, тылда тынымсыз етуге мәжбүрлеген ұлы отан соғысы осылардың қатарына жатады. Сол кездегі қайғылы түндер мен күңіренген күндерден бері 75 жыл өтті. Сондықтан бүгінгі ұрпақ тыныш та еркін әрі қауіпсіз өмір үшін, қол жеткен тәуелсіздік пен бейбіт заман үшін ардагер аталарымызға өздерінің шексіз алғыстарын білдіреді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ардагерлерді қоғамның басты құндылығы деп атап, ол туралы біздің әкелеріміз, аталарымыз кейінгі ұрпақтың бейбіт күнде өмір сүруі үшін осындай жағдай жасады. Қазір біз жаңа Қазақстанды құрып, болашаққа сеніммен қараймыз деді. Уақыт өте келе, ұлы жеңіс күні тарих қойнауына ене бермек. Бірақ ол туралы естеліктер ешкімнің санасынан өшпейтіні анық. Біз әрқашанда соғыста қаза тапқан отандастарымыздың есімдерін, олардың ерліктерін ойымыздан бір сәтке де шығармаймыз. Ұлы Отан соғысынан кейін Мұхтар Әуезов бастаған бірқатар жазушылар Бауыржан Момышұлының сұранысына қолдау көрсетіп, тікелей соғыс майданы жайлы суреттеген шығармалар жазды. Әбішев пен Ғабит Мүсірепов үлкен ізденістерге барды, ал соғыстан жеңіспен оралғандар олар Әдіс Шәріпов, Қасым Қайсенов, Тахауи Ахтанов және Әбдімәжін Нұрпейісов және тағы басқа қаламгерлер еңбек етті. Ал сол кездегі соғыс жағдайларындағы адам тағдырын үлкен эпос жанры заңдылықтарына сай суреттеген Ғабит Мүсіреповтың Қазақ солдаты және де Тахауи Ахтановтың Қаһарлы күндер, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің Курляндия атты романдары 20 ғасырдың әдебиетінің үлкен жетістіктеріне айналды. Олар әлем әдебиетінің соғыс тақырыбында жазылған қандай да бір шығармаларынан кем түспейді. Лирикада Сырбай Мәуленовтың соғыстан қайтқан солдаттар, Құлын, Түбірлер және де тағы басқа шығармаларымен, ал поэмада Қасым Аманжоловтың ақын өлімі туралы аңызында тең түсетін көркем әдебиет үлгісін бүкіл әлем бойынша таба алмайсыздар. Көзінде отты жасын бар, сан жырлар оны жаңарпақ, келешек ұлы ғасырлар, баукене қарар таңырқап, жеңілден безіп әмәнда үлесін алған ауырдан, күрделі біздің заманда, ұқсайды қайсар Бауыржан, аялап оны алыста, тербеген дала бесігі, Бауыржан болып соғыста, жарқ етті қазақ есімі, өрт кешкен отты жылдарда, шынығып өсті өр ұлдар, сүйеу болып сұрап бұлда, даласы тұрды артында, аға болып майдан өрінде, сан ұлттың ұлын баураған, жүрегінде ол туған жерінде, жеңілмес антай аумағын, жауына тізе бүккен бе, ел үшін шығып жекпе-жек, өмірді сүйгендіктен бе, өлімге келді бетпе-бет. Өмірді сүйгендіктен бе, өлімге келді бетпе-бет. Отан соғыс оқиғаларының қазақ әдебиетінде үлкен эпикалық көлемде көрініс табуының негізінде майдангер жазушылардың сіңірген еңбегі зор. Олардың басын бастап тұрған Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан соғысының басынан кіріп, аяғынан шыққан, ерлігі елдің есінен кетпейтін талантты қаһарман қолбасшы. Ол жауынгерлермен бірге соғыста шынықты, соғыста шыңдалып, соғыста бірге өсті. Қолбасшының қол астында қаһарман қазақ аз болған жоқ. Солардың көбі ел тәуелсіздігі үшін қанын төгіп, жанын берді. Соғыста опат болған ел ұландарының өмірі, ерлік істері хатталмай, қағаз бетіне түспей, халықтың құлағына жетпей, топырақ астында қалып бара жатқаны, қолына қару ұстаған, жауға оқ пен жанған оттың құшағында ең бір сұрапыл жылдары өзінде қатты толғандырған. Отан үшін от кешіп, отқа ұшқан ерлердің ерліктің атаусыз қалуына, халық трагедиясымен бірдей көрген елдің белгілі жазушыларға арнайы хат жазды. Соғыстың 4-ші жылы Алматыға ғылым мен білім өнер саласындағы зиялылар үшін оқылған лекцияларда жазушылардың соғыс шынындағы жазу қажеттілігі ерекше мән берді. Шындықты жазу суреттердің ұлы міндеті. Ұрыста шындықты табу оңай емес, ал оны жинақтау одан да қиынырақ. Бәлкім менің тарапымнан жазушыларға қойылып отырған талап шектен шыққан.
әділетсіздіктей көрінуі мүмкін, бірақ мен мұны заңды деп білемін, деді қолбасшы осы лекцияларының бірінде. Жеңіс деміз жалауымыз желбіреп, көктем күні нұрға толса елшіреп. Тап осындай бейбіт күнге жеткізген әкелер мен ағалар ғой ержүреп. Қорғап қалған қаласы мен даласын, білеміз бе бабалардың бағасын. Қан майданда бала аңсап анасын, келеді деп ана күтті баласын. Жауынгерлер отан үшін ерледі. Жауларына сүйем жерін бермеді, жанын қиып туған елім жерім деп. Амал қанша көпшілігі келмеді. Боздақтардың ұрпақтары өрістеп, болашақтың бақытымен бөліспек, өткен күннің өшпейтұғын белгісі өсіп жатты, жеңіс гүлдер жеңіспек. Ойламаңдар, жеңіс көзі соғыс деп. Алдарыңда күтіп тұрған соныс көп, жетістікке жеткен сайын әрісте, соның бәрін санай берді жеңіс деп.